Қыздар, мінекей бізде көп қыздар осы үшбұрыш салу жақтарынан қиналып жатады. Бұның мынау қалташа түрі дегені бар. Жаңадан егер бұрыш үйреніп жатқан қыздар болса, осыны тігіп үйренулеріне болады. Қазір қалай тігілу жолын көрсетейін. Ол үшін біз осылай материалымызды екіге бүктейміз. Одан кейін оны осылай блокты тағы да бүктейміз. Бұл бізге ортасын тауып алу үшін. Үште үштік лента, осыны кесіп аламыз. Мына жерде біз лапканың бойы осы жерден түсуі керек. Енді бізде мына көзіміз 4-те 4-тік, менде осыны екіге бүктейміз. Бұны осылайынан салуға да болады, және осы күйінде қойып былай тіксеңіздер де болады. Болмаса ортасынан бөліп жартылай тіксеңіздер де болады. Мен қалташа түрін көрсететін болғаннан кейін оны осылай бүктеп, бұл жаңадан үйреніп жатқан қыздарға өте жаңағыдай оңай болады. Мінекей осылай қойып, осы шетін ғана тігіп шығасыздар. Бұл бізде қалталы болды. Бір-біріне жаңағыдай ортасы бүктеліп қалмау үшін мынаны осылай саусақтарыңызбен итеріп отырасыздар ғой. Екі бүктейміз осылайынан. Және осылай қоямыз. Бұл жаңадан үйреніп жатқан қыздарға жаңағыдай оңай тәсіл. Үш бұрыштары әдемі шығады. Және қызығушылықтары да оянатын болады. Бұны тырнақша дейді, тырна дейді, әр жерде әрқалай атайды.
Он 18'де 18'дік блок. Артық жерін бәрін кесіп, тазалап тастаймыз. Мінекей құрағымыз дайын.